Bir dostumuz şаңырақлы жағдайда бір башқа қалаға түсіп келеді, сонда ол сабырсыздық қылады. Содан мен үстіне барып қаламын, сол жерде достымды бір шетке алып, оған бір мәслихат айтпақшы болдым. Пысықталайын баба. Пышықтыра берсін. Енді сабыр деген не нәрсе? Мақтұмқұл айтады, жәннаттың кілті сабырда дейді. Енді сол достыма айтып бердім, мен бір мәселе мына пышық өзінің олжасын ұстау үшін сол тышқанның несінде сағатлап тұрады, әркім күтіп отырады, сол сабыр сақтай. Нәтижеде өзінің несін алады. Сондай мен достыма сондай мәслихат айттым, оны бізде Қарақалпақта әрбір мәслихатта рауаятпен келтірген мақұл көреді. Ертеде бір патша сарай салдырмақшы болады. Сол сарай салатын мемлекетте 3 адам бар екен, сол 3 адамды алдыруға әскер жібереді. Сол 3 ұстаның біреуі үйленгеніне 3 күн болған екен. Енді қандан бұйрық болғаннан кейін илаж жоқ. Үшеуі әскерлердің алдына түсіп сарайға келеді. Сонда патша тазадан салатын сарайның проектін жаңағы 3 ұстаға көрсетеді, бірақ мен бір шартым бар дейді, сол сарай бітпегенше сіздер үйлеріңізге қайтпайсыз. Сарай қай уақыт бітеді, сол кезде кетесіздер. Әр қайсыңызға бір күзеден алтын беремін. Сонда енді патша айтқаннан кейін Бұхараға не тұрыс, бұлар үшеуі сарайды басылайды. Бұл сарай 10 жылда бітеді. Сонда баяғы 10 жылда бітеді, кілтін тапсырады. Патша дастархан жайып үшеуін шақырады, сөйтіп тамақларын тойдырады, 3 күзе алтын тұрады ортада. Сонда айтады, патша және бір сіздерге ұсынысым бар дейді. Қандай ұсыныс? Менде бір 3 ақылы бар дейді. Егер сол 3 ақылды тыңлайтын болсаңыз, қайсы біріңіз алтын тастап кетесіз. Сонда жасы үлкен айтады, маған ақыл керегі жоқ, алтынды алуым керек. Онда алып кете берді. Сөйтіп ол үлкені күзені құшақлап шығып кетеді. Екіншісіне сіз не қыласыз десе, енді сонша жыл жүріп алтынсыз қалай кетемін деп, ол да алтында. Баяғы үшінші үйленгеніне 3 күн болған жігітке кезек келеді. Балам, сен не қыласың дейді патша. Сонда ол бала ойланады да, енді үйленгеніме 3 күн болып еді, тастап кетіп қалдым, арадан 10 жыл өтіп кетті. Әйел қайда, үй қайда білмейміз. Алтында апарғанмен шаңырақ бар ма, жоқ па, одан ақылды алайын дейді. Сонда патша айтады, ақылды алатын болсаң күзені тастап кетесің. Мен қайылман дейді. Сөйтіп әммен шығарып жіберіп, сол баланы алып қалып, патша 3 ақылын айтады. Сонда 3 ақылы мынандай. Балам дейді, бірінші ақылым, жолда бара тұрған кезде үйіңдегі қоржыныңды ешкімге берме дейді. Яғни қоржын деген әзірге дорожный сумка деп айтылады. Сумкаңды біреуге сеніп берме. Екінші ақылым, бір үйде қонған кезде жолда қонатын болса. Өзі жас үлкен адам, әйелі жас адам болса, ол үйге қонбайды. Үшінші ақылым, мына 4 бармағыңа сабыр деп жазып аласаң, сол ауыр жағдайға түскен кезде сол қолыңдағы жазуға қарап, сен сабыр сақлауың керек балам. Сонымен бала болды, патшамыз рахмет деп сөйледі. Патшаның патшасына шығып бара тұрған кезде патша тоқтатады да, бір 2-3 шөлек нан пісіртіп қойған екен, патша қалың болған. Кітаптай бар, ортасында мәйек бар екен. Сол 2 шөлек нанды жаңа балаға береді, қоржынының екі жағына салып, бірақ үйіңе барғанша мына 2 нанды сындырма дейді. Сонымен бала қоржынның 2 қапталына 2 шөлек нан салады да сыртқа шығады, шықса жаңа 2 адам күтіп тұрған екен, үшеуі жолға түседі. Сонда жолдан бара тұрған кезде құмлықта бұларға бір атлы адам пайда болады. Сонда атлы адам айтады, ана қоржындарыңызды берің, құмнан өткенше алып берейін дейді. Сөйтіп ана екеуі жақсы болды ғой деп береді. Сөйтіп бала да берейін деп отырған кезде бая патшаның ақылы есіне түседі. Өзім көтеріп жүре берейін дейді. Сонымен бер деп ары бері жалынады, бермейді. Сонымен бұл азғантай жүргеннен кейін ана атлы адам атқа қамшы ұрады. Сонан бұл қашады, ана екеуіңізден қуат, атыңызден жаяу жете алмайды. Сонымен баяғы 2 ұстаның қоржыны ана атта кетіп қалады. Ол ұрып өтеді.
So'ng bular zarjilab, yer tepkilib qoladi, ondan foyda yo'q. Qo'shimda altınlar berk ketib qoladi. So'ng bular kechda bir avulga keladi, shu avulda qonadigan bo'ladi. Endi u кезде qo'nish uchun bir bardamlı şangırak tanlov kerak bo'ladi. Sonda bir bayning uyine kelsa, 70 yaşar bir bay qarı var ekan. Kempir qaytib bo'lib qolib, bir 25 yaşar qizga uylangan chaqnadi. Dasturxon to'lib turibdi, bular o'tiradi shu yerda. Ahvat çay içip oturgan кезде balaga bayağı patçaң aytқан екінші ақыл есіне түседі. Әйелі жас болса қонба деп. Сөйтіп мен бір баратын жерім бар еді, кетемін деп бала орнынан тұрады. Соны бұлар жалынады, тыңламайды. Соны бала үйден шығып кетеді де, сол ауылда бір жарлы Жақыбай бір балықшының үйіне барып қонады. Ана екеуі сол үйде қонып қалады. Сонда жаңағы қарының келіншегі алған әйелі қардан құтылу үшін бір реже ойлап жүрген екен. Сол қарын өлтіріп, соң байлығына иелік ету. Сол ана екеуінің келуінен пайдаланып, түнде қарын өлтіріп, пышақты ана екеуі ұйықтап отырғанның ортасына барып қояды. Сонымен азында бұл қазыға барып, сондай екі адам келді, күйеуімді өлтірді деп хабар береді. Келсе екеуі жатыр, ортасында пышақ. Сонымен қазы әскерлермен келіп, бұны екі адамды ұстап, зинданға қысады. Ана бала келіп қарады, шауқым болады, жаңа екеуін әкетіп барады, қолын қайырып. Сонда патшаның екінші ақыл есіне түседі. Қонбағам жақсы болды. Сонымен біреуі ауылға қайтады. Соның намазшамның кезінде ауылына жетіп келеді дейді, күн батар алдында. Сонда үйіне келсе, баяғы жай тұрып екен, бірақ бір еркек адамның жүргенін көреді терезеден. Сонымен бұл әйелдің тұрмысқа шығып кетті, қиянат етті ғой. Еркек адам жүр, әйелді бұлай-бұлай өтіп жүрді. Сонымен баяғы қоржынындағы оқ-жайын шығарып, ана жүрген еркек адамды ататын болады. Сонымен оқ-жайын шығарып, енді атайын деп атырған кезде баяғы бармағындағы сабыр деген жазуға көз түсіпті. Сонда патша әрбір істе сабыр сақла, бірінші ойлан, шыда сол нәрсеге деп қайтадан қой барып білейін бұл кім деп оқ-жайды қоржынға салып, үйге келіп, әстен терезеден тыңласа, жаңағы бала үлкен адам болып саясы көрініп отырған жас бала екен. Сол бала анасына айтып жатыр екен, ағам қашан келеді? Неше жыл болды алдап жүргенмін деп жатыр екен. Қараса өзінің баласы екен. Бұл кеткеннен кейін, бір жылдан кейін бұл бала босанған. Сол баласы 9 жасқа шығып, ана шыраның жақтысына үлкен жігіт болып көрініп тұрған. Соң үйіне кіріп барады, әйелі көріп құшақлап, әйелі жылап, соның баласы да сағынып. Соң отырса үйінде нан жоқ екен дейді. Соң баяғы патша беріп жіберген нан бар еді деп, қоржындағы баяғы шөлекті ашса, сындырып жіберсе, жаңа бір шөлектің арасынан бір күзі алтын шығады. Екінші шөлектен екінші күзі алтын шығады. Патша сол екі шөлекке екі күзі алтынды тәйірлатқан екен. Сөйтіп бұл бала бір күнде байып кетеді. Сонда бұл риwаяттың жұмбағы, әрбір істе сабыр сақлаған адам нәтижеде байлыққа да ерседі, дәулетке де ерседі, әтрafындағы адамдарға да пайдасын тигізеді деген. Соны мен достыма айтып бергенімде, достым басқаша түсінікке енді. Сол жерде шаңырағындағы ашуланып отырған нәрселерге бұл әйтеуір нәрседен ғой. Мен неге осы нәрселерге ашуландым деп, бұл риwayatта нәтиже шығарды. Мен де сіздерге сол сабыр сақлауды ұсыныс етіп қалар едім.